Саламатсыздар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 41-ші сабақ. Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу. 2-ші тоқсанның 1-ші сабағы. Бірінші тапсырмаға қараймыз. Санды көбейтіндіге көбейту әр түрлі тәсілдерін есіңе түсір. Ұлы жібек жолы көптеген ғасырлар бойы Европа мен Азияның мәдениеті мен өркениетінің ұштасуын қамтамасыз етті. Осы жолмен көптеген керуен жүріп өткен. Есіңде сақта деді. Екі көбейткішті олардың көбейтіндісімен алмастыруға болады. Суретте берілген түйелерді әртүрлі тәсілмен сана. Қанша түйе саны бар екенін есептеп көрейік. Бізге екі көбейткішті олардың көбейтіндісімен алмастыруға болатын формула берілген. Яғни А көбейту жақшаның ішінде Б көбейту С. Екінші А көбейту Б көбейту С. Үшінші А көбейту С көбейту Б. Яғни осы үш тәсілмен көбейткішті орындарын ауыстырып есептеуге болады. Енді суреттегі бізге берілген түйелердің санын есептеп көрейік. Бізге екі қатар берілген. Екі қатарда 4 жолдан. Яғни бір жолда 3 түйе, екінші, үшінші, төртінші жолда 3 түйеден. Сонда екі қатар 4 бағанда қанша түйе бар екен әртүрлі тәсілмен есептеп көр дейді. Біз қысқаша есептеп көрейік. Яғни бірінші бағанда 3 түйе жақша ашылған 4 баған екі қатарда жалпы қанша түйе бар екен есептеп көрейік. 3 түйе 4 екі қатарда 4 түйеден 4-ті 2-ге көбейтіп аламыз. 8. 8-ді көбейтеміз 3-ке. Сонда әр бағанда 3 түйеден болғанда барлығы қанша? 24 түйе. Келесі екінші тәсілі. Жақшаның ішінде 3 көбейтілген 4-тің көбейтіндісі көбейтеміз 2-ге. Яғни 3 түйеден 4 қатарда 12 түйе. Және көбейтеміз 2 қатарда жалпы қанша түйе бар екен. 12-ні 2-ке көбейткенде 24. Жалпы 24 түйе. Үшінші тәсілі. 3 түйе бір бағанда 2 қатарда қанша түйе бар екен тауып аламыз. 3-ті 2-ке көбейтеміз 6. Жалпы 4 бағанда қанша түйе бар. 6-ны 4-ке көбейтеміз 24. Сонда барлығы 24 түйе. Осылай 3 түрлі тәсілмен есептеп көрдік. Балалар, енді мысал 2-ге қараймыз. Өрнектердің мәнін тап, оларды өсу ретімен орналастыр. Сонда сен ұлы жібек жолы созылып жатқан аумақтағы 3 елдің атауын білетін боласың дейді. Бізге 4-тің 25-ке көбейтіндісі көбейтеміз 9-ға. Сен тек 100 көбейтеміз 9-ға. 900, яғни 900 санында Қ әріпі. 50 көбейту 4 көбейту 9 теңдігі 1800. 1800 де А әріпі. 35 көбейту 9 көбейту 200 теңдігі 63.000. Н әріпі. 6 көбейту 25 көбейтеміз 400-ге 60.000. А әріпі. 60 көбейту 8 көбейту 50 теңдігі 24.000. С әріпі. 4 көбейту 9 көбейту 5 18.000. Қ әріпі. 15 көбейту 7 көбейту 60 тең 6300. А әріпі. 500 көбейту 300 көбейтеміз 20-ға 30.000. Т әріпі. 50 көбейту 24 көбейту 2 2400. З әріпі. 600 көбейту 5 көбейту 8 24.000. А әріпі. Енді осы сандарды өсу реті бойынша орналастырып, бізге қай ұлы жібек жолы
созылып жатқан аумақтағы елдерді атап көрейік. Енді шыққан өрнектегі сандардың теңдігін өсу реті бойынша қойып шығаймыз. Бірінші 900 саны, 1800, 2400, 6300, 18000, 24000, 30000, 40500, 56000. Енді бұл сандардың берілген тұсындағы әріптерін қосып оқиық. Сонда бізде Қазақстан деген сөз шықты. Келесі екінші ең кіші сан 4800, 14000, 24000, 56000. Екінші жолында Иран екен. Яғни елдің атауы Қазақстан, Иран, Қытай. Екінші тапсырмада есіңе сақта, есептеулердің қалай орындалғанына қара деді. Бізге үш тәсілмен, яғни үш жолмен есептердің орындалу жолы көрсетілген. Енді бұның ережесін есімізге түсіріп өтейік. Санды көбейтіндіге бөлу үшін алдымен жақшалардың ішіндегі көбейтуді есептеп, содан соң санды осы көбейткіштің мәніне бөлуге болады. Санды алдымен бірінші көбейткішке бөліп, шыққан нәтижені екінші көбейткішке бөлуге болады. Үшінші санды алдымен екінші көбейткішке бөліп, шыққан нәтижені бірінші көбейткішке бөлуге болады. Және екінші, үшінші тәсілдерде бөлінгіш көбейткіштердің әр қайсысына бөлінетін кезде ғана қолдануға болатынын есте сақтайық. Балалар, мысал 3-ке қараймыз. Есептеудің әртүрлі тәсілін түсіндір. 48 бөлу жақша ашылған 2, көбейту 3, жақша жабылған. Яғни 48 жақшаның ішіндегі 2 мен 3-ті көбейтіп, 48-ді 6-ға бөлеміз. Екінші 48 бөлу жақша ашылған 2, көбейту 3. Тең 48 бөлу 2 бөлу 3 жақшаның сыртында. Осылай екінші тәсілмен орындауға болады. Үшінші тәсіл 48 бөлу жақша ашылған 2 көбейту 3 тең жақша ашылған 48 бөлу 3. Келесі бізде 64 бөлу жақша ашылған 4 көбейту 2 тең 64 бөлу, яғни жақшаның ішіндегі 4-ке 2-ні көбейтіп 64-ке бөлеміз. 4-ті 2-ке көбейтсек 8, 64 бөлу 8 болады. Екінші тәсілі 64-ті бөлеміз. Жақша ашылған 4 көбейту 2, яғни 64-ті бөлеміз 2-ге, жақша жабылған бөлеміз 4-ке. 64 бөлу жақша ашылған 4 көбейту 2, жақша жабылған, теңдігі 64 бөлу 4, жақша жабылған бөлу 2. Осылай әртүрлі тәсілдермен есептеуге болады. Мысал 4-ке қараймыз балалар. Тиімді тәсілмен есепте және оны түсіндір дейді. 4-тің 28-ге көбейтіндісі және шыққан санға 25-ті көбейтеміз. Енді тиімді тәсілмен есептеп көр дейді. 4-ті 25-ке көбейтеміз 100, көбейтеміз 28-ге. 100-ді 28-ге көбейткенде 2800. 25 көбейту 29, көбейту 4, көбейту 3. Теңдігін тауып көрейік. 25-ті 4-ке көбейтеміз және 3-ті 29-ға көбейтіп, шыққан сандарды бір-біріне көбейтеміз. 100, 3-ті 29-ға көбейтсек 87. Сонда 100-ді 87-ге көбейтеміз. 8700. 15 көбейту жақша ашылған 2, көбейту 3. Жақша жабылған тең. 15 көбейту 2, жақша жабылған, көбейту 3. 15-ті 2-ке көбейтеміз 30, 30-ді көбейтеміз 3-ке, теңдігі 90-ға тең. 36 көбейту жақша ашылған 25, көбейту 4. Жақша жабылған тең. 36 жақшаның ішіндегі 25-ке 4-ті көбейтеміз 100. 36-ны 100-ге көбейтеміз 3600.
25 көбейту жақша ашылған 8 көбейту 4 жақша жабылған тең. 25 көбейту 4 көбейту 8. 25-ті 4-ке көбейтеміз 100, 100-ді 8-ге көбейтеміз 800. Енді ең соңғы есептерді балалар өзіміз шығарып көрейік. 15 көбейту жақшаның ішінде 9-ның 4-ке көбейтіндісі жақша жабылған теңдігін тауып көрейік. 59 көбейту жақша ашылған 2-ның 5-ке көбейтіндісі жақша жабылған теңдігі. 54 көбейту жақша ашылған 5-ның 2-ке көбейтіндісі жақша жабылған теңдігін өзіміз балалар шығарып көрейік. Мысал 5-ке қараймыз. Өрнекті жазбаша түрде есепте, тексеруді орында. 65.534-дің 7-ге бөлінісі теңдігі 9362. 2758 көбейту 3 теңдігі 8274-ге тең. 34872 бөлінген 8 теңдігін және 45516-ның 4-ке көбейтіндісін балалар теңдігін өзіміз шығарып көрейік. Есеп 6-ға қарайық. А бағанында ұлы жібек жолы бойымен саяхат жасау үшін әр қайсысы 14 орындық 5 автобус жүреді. Барлық орындар толы болса, осы автобустармен 20 рет қатынағанда қанша туристі саяхатқа апаруға болады дейді. Яғни бір автобуста 14 орындық 5 автобуспен 20 рет барады. Қанша турист бар екен табуымыз керек. 20 көбейту 5 автобуспен 20 рет баратын болса 5 автобус 14 орындық бір автобуста тең 20 көбейту 5 көбейтеміз 14-ке. 20-ны 5-ке көбейтеміз 100, 100-ді көбейтеміз 14-ке. Сонда 1400 турист. Әсіне қараймыз. Саяхаттау кезін есте қалдыру мақсатында туристер үшін бейнедискілер жазылды. Қорапқа әр қайсында 12 дискіден 10 бума салынды. Қорапқа осындай 30 бума сыяды. Қорапқа барлығы қанша диск сыяды дейді. Яғни бір бумада 12 диск, 30 бумада қанша диск бар екені белгісіз. 30 көбейтеміз. Бір бумада 12 көбейту 10. Яғни 12 дискі салынған 10 бума. 30-ды көбейтеміз. 12 мен 10-ның көбейтіндісіне. 12 мен 10-ды көбейтсек 120. 30-ды көбейтеміз 120-ға. Сонда барлығы қанша диск? Жауабы қорапқа барлығы қанша диск сиятынын балалар өзіміз тауып көрейік. 30 бен 120-ның көбейтіндісін. Б бағанына қараймыз балалар. 6-шы есептің. Кәдесыйлар жасайтын фабрикада әрбір бұйымға 5 метр таспабау жасалады. Күніне 10 бұйымнан жасалады. 250 метр таспабау қанша күнге жетеді дейді. Бір бумаға 5 метр кетсе, күніне 10 бұйым жасалады. 250 метр таспабау қанша күнде жетеді? Белгісіз. Яғни 10 бұйым бір бумаға 5 метр кететін болса, онда 5-ке көбейтеміз. 50 ол бір күндегі. Енді 250-ді 5 күнге бөлеміз. Сонда 250 метр таспабау неше күнге жететінін табамыз. 250-ді 5-ке бөлесіңдер балалар, теңдігін жазасыңдар. Сонда қанша күнге таспабау жетеді? Мысал 7-ге қараймыз. Кәдесый жасау үшін ұзындығы 2 метр таспабауды бірі екіншісінен 40 сантиметр ұзын болатындай етіп 2-ге бөлу керек. Сен таспабаудың әр бөлігінің ұзындығы қанша болатын білесің бе дейді. Яғни бір бөлікте қанша сантиметр бар екен белгісіз, екінші бөлікте белгісіз, бірақ 40 сантиметр ұзын. Біріншіге қарағанда жалпы барлығы бірінші, екінші бөлікте 2 метр бар дейді. Яғни 2 метрде қанша сантиметр бар екен тауып алайық.
1 метрде 100, 2 метрде 200. Яғни 200 сантиметрді 40 сантиметрге бөлеміз. Сонда 160 сантиметр. Яғни 160 сантиметрді таптық, 2-ге бөлеміз. Яғни екінші бөлікте 160-ты 2-ге бөлсек, 80 сантиметр, сонда бір бөлікте. Енді 80 сантиметр, екіншісі белгісіз, бірақ оған қарағанда 40 сантиметрге ұзын деп тұр. 40 сантиметрді қосамыз, сонда 120 сантиметр. Екінші бөлікте 120 сантиметр. 80 сантиметрге 120 сантиметрді қосамыз, 200 сантиметр. Яғни жаңағы барлығы 2 метр дегенін шықты. Сонда жауабы 200 сантиметр 2 метрге тең. Мысал 8-ге қарайық. Есептеудің қызықты тәсіліне қара. Санды 5-ге бөлу үшін бөлінгішті 2 есе арттырып, 1 нөлді алып тастау керек. Мысалы 135 бөлу 5. 135 жақшаның ішінде көбейту 2. Бөлеміз 10-ға. 135-ті 2-ге көбейтсек, 170. Бөлеміз 10-ға. Теңдігі 27-ге тең. Енді арғарай есептеулерді өздерің тексеріп көріңдер дейді. 165 бөлу 5. Яғни 165-ті 2-ге көбейтеміз. 330. 330-ды бөлеміз 10-ға. Теңдігі 33-ге тең. 825 бөлеміз 5-ге. 825-ті 2-ге көбейтіп аламыз. 1650. 1650-ді бөлеміз 10-ға. 165. 125 бөлу 5. 125-ті 2-ге көбейтеміз. 250. 250-ді бөлеміз 10-ға. Теңдігін балалар өзіміз тауып жазайық. 360 бөлу 5. Тең жақшаның ішінде 360-ты 2-ге көбейтіп алып 10-ға бөлеміз. 360-ты 2-ге көбейтсек 720. 720-ны 10-ға бөліп теңдігін жазайық. 465 бөлу 5. Тең жақша ашылған 465 көбейту 2. 465-ті 2-ге көбейткенде 930. 930-ды бөлеміз 10-ға. Теңдігін жазамыз балалар. 315 бөлу 5. 315-ті көбейтеміз 2-ге. 630 болады. 630-ды бөлеміз 10-ға. Теңдігін балалар өзіміз шығарып көрейік. Мысал 10-ға қараймыз. Үй тапсырмасы әр түрлі тәсілмен есептеп, тиімді тәсілдің астын сыз дейді. 160 бөлу жақша ашылған 4 көбейту 10, теңдігі 4-ге тең. Және қандай тәсілмен шығаруға болады? 160 бөлу 4-ге 10-ды көбейтіп, яғни 140 болады. 160-ты бөлеміз 40-ға, теңдігі 4. 810 бөлінген жақша ашылған 30 көбейту 3. 30-ды 3-ге көбейтеміз 90. 810-ды 90-ға бөлгенде теңдігі 9-ға тең. 480 бөлу жақша ашылған 20 көбейту 4. Жақша жабылған теңдігі 6-ға тең. 20-ны 4-ге көбейтеміз 80. Яғни 480-ді 80-ге бөлгенде 6 шығады. 420 бөлу жақша ашылған 2 көбейту 3. Жақша жабылған теңдігі. 2-ні 3-ге көбейтеміз. Жақшаның ішіндегі 6. 420-ны 6-ға бөлгенде 70. 720 бөлу жақша ашылған 9 көбейту 10. 9-дың 10-ға көбейтіндісі 90. 720-ға 90-ды бөлеміз. Теңдігі 8. 360 бөлу 3 көбейту 2. Жақшаның үшін көбейтіп, 360-ға бөліп, балалар теңдігін өзіміз шығарып көрейік. 560 бөлу жақша ашылған 10 көбейту 8. 10-ды 8-ге көбейтіп, 560-қа бөліп теңдігін жазайық. 630 бөлу жақша ашылған 3 көбейту 30. 3-ті 30-ға көбейтіп, 630-ға бөліп теңдігін шығарып жазайық балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.